Әйелдеріміз білімді болса, үмбетіміз мықты болмақ. Бұл керемет оқиға Әл-Андалузиден жеткен еді. Сол кезеңде бір халиф өмір сүріпті және ол өзінің қызын тұрмысқа беруге лайықты адамды іздеп тапқысы келіпті. Сол халиф кешірім өтінемін, шындығында қызын емес, ұлына жар таңдамақ болыпты. Ол ұлына әйелдікке кез келгенде емес, ең үздігін таңдамақшы болады. Ол, егер кімде-кімнің отбасында ұзатылғалы отырған, жас шамасы 16-20-дағы қыз балалары болса, сол шаңырақ түнде үйлерінде терезенің алдына шам жақсын. Сәйкесінше, жасы лайықты және Құранды толық жатқа білуі тиісті. Бүгін түнде майшам жағылсын деп, Кордова қаласына хабар таратыпты. Сол түні қаланың барлық үйлерінде шам жағылыпты деседі. Себебі Құранды толық жаттаған, 12-де бір гүл ашылмаған жас қыз балалар көп болған екен. Сонда халиф, бәрекелді, жақсы болған екен. Менің ұлым бірақ осындай көп әйелдерге үйлен алмайды депті. Сонымен келесі түні ол тағы да, кімде-кім Құранды толық жаттаған болса, және заң тану бойынша белгілі бір кітаптарды білетін болса, осы түні терезе алдына шам жақсын дейді. Сол түні шам өткен түндегідей көп жағылмапты. Бірақ сонда да, қаланың барлық тұсында шамдар жарқырап тұрған екен. Мен бүгінгі таңдағы үмбетімізден ұзатылғалы отырған, Құранды толық жаттаған және заң тану мен фиқх бойынша кез келген кітаптарды білетін қыз баласы барлары, бүгін түнде терезе алдына шам жақсын десем, бізде бүгін түнде терезе алдында бірде-бір шам болмайды деп батылдықпен айта аламын. Бұл біздің үмбетіміздің жай-күйін көрсетеді. Бұл біз көруіміз тиісті белгі. Әйелдеріміз қаншалықты білімді болса, үмбетіміздің қуаты да соғұрлым күшті болмақ. Ер адам үшін білімді болу деген таңсық жайт емес. Ер адамдар әрқашан үнемі білім алып отырады. Бұл үйреншікті жағдай. Бірақ осы үмбет үшін нағыз сын әйелдің сауатты, білімді болуы болып табылады. Бүгінгі уақытта сен әлемнің кейбір бөліктерінде мешітке бара алмай отырған әйелдерді көресің. Олардың білімділігі жайлы сөз қозғамақ түгілі, олар үшін мешіттерде орын жоқ. Сен оны таптың. Ол тамақ пісіріп, үй жинай алады. Керемет, бізге керегі де сол ғой. Бірақ жоқ, бұлай болмайды. Ол білімді болуы тиіс. Міне, сондықтан да Андалузияда олардың исламды жақсы танып білулері үшін үмбетті басқарудың жарық таңы мен биік шыңы болған. Жоқ, мен олардың университетке барып, гуманитарлық ғылымдарды меңгерсін, бухгалтерлік істі оқысын деп тұрғаным жоқ. Мен тек ислам туралы айтып тұрмын. Ислам орталықтарына барып, өздерінің дінін үйреніп, білсе деймін. Бізде осы болуы тиіс. Себебі ол ұлтты тәрбиелеп өсіріп шығарады. Білесіздер ме? Күйеуі де әкесі де емес, анасы балаларын өсіріп шығарады. Егер ол өз дінін тиісті деңгейде білмесе, онда ол баласына не үйрете алады? Бұл біздің қаншалықты сау емес екенімізді, яғни біздегі дертті көрсетеді. Әйелдер өздерінің ислам діні жөнінде ештеңеден хабарсыз, ал еркектеріміз білімсіз. Сондықтан да біз бұл жағдайды өзгертуге тиіспіз.